Қараңсыңынды қандай әдемі гүлдеп тұрған ағаш. Не екенін білмей тұрмын, шиеге ұқсайды ағашы. Үрік па. Солардың бірі мынау гүлдеп тұрған қараңшы, қандай әдемі. Аппақ болып гүлдеп тұр. Не деген әдемі. Көшенің бойында. Негізінде мен осы районды жақсы көремін. Тып-тыныш, асығып атқан ешкім жоқ. Үйдің қасындағы магазинге шыққанмын. Аспаз үйге продукт алайын, сіздермен бірге бөлісейін деп. Мынаны қараңыз, қандай әдемі тоже гүлдеп тұр. Не деген әдемі. Қараңыз. Наконец-то деген сөзге әзілдеп күлетін болдық қой, бірақ расында да наконец-то Анкараға да күн жылып, ағаштар гүлдеп әдемі болып жатыр. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Сіздермен бірге мен Эльмира Өмірбек, Түркиядан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісіп жатырмын. Бүгінгі күнгі менің тақырыбым Түркияда, соның ішінде Анкара қаласында бір күнде немесе күнделікті өмірде қанша қаражат азық-түлікке кетеді, сол туралы болады. Өзімді кішкене таныстырып өтеймін. Мен Эльмира. Түркияға Қазақстаннан уақытша көшіп келіп отырмын. Қазақстанның бас қаласынан Түркияның бас шехері Анкарада тұрып жатырмын. Сонымен бүгін күнделікті өмірде қаншайға, былайша айтқан кезде қанша қаражат керек. Күнделікті жаңағы қант, ұн, ет, сол туралы қысқаша ақпарат. Бұны қараңыз, ет неше тұратынын. 169-да 42 лир, 147-де 92. Қай бөлігінің ет екені соған байланысты. Мына ет 120-да 47 дейді, көгеттері көп екен. Так. Мына қойдың еті ғой, қойдың қабырғалары 169-да 95, 139-да 91 дейді. Қойдың еті, қозының еті дейді. 151. Мынау 130-да 80 дейді. Байқап отырсыздар ғой да, ет бағасы қандай екен. Бұны біз бұл бағаны 30-ға кемінде көбейтуіміз керек. Сонда килограммы 3,5 мыңның үсті 4 мыңға жақын болайын деп тұр. Халқы қиналып жатыр. Мынау ораза кезінде ет қымбат деп. Полуфабрикаттары өте арзан деп айтуға болатын болады. Мысалы, мынау бөрек 18-де 50 лира тұрады. Енді дәмді болғанда дәмді. Сырмен түрі бар екен, және шпинатпен түрі бар екен. Мынандай полуфабрикаттар, су бөрегі, пицца. Оларды білмеймін, алған жоқпын. Мынау бөректі біз баламыз екеуміз жақсы көріп алып жеп жүрміз. Өте дәмді. Лейс. Так, бағаларын көріп тұрсыз. Чипсилардың 9-да 90, 7-де 50, 10 дейді. Енді біздіңкімен салыстыра берерсіздер. Мынау сыр 68-де 90 дейді. 69-да 50.
55.90. Чечил 21.90 дейді. Мынау сары май 1 килограммы 84,50. Şeker, kum şeker 17.90 litre. Ой, килограммы 17.90. Так. Коробкадағысы 19,50. Бидай ұны дейді. Мен сортының қайда жазылатынын байқамадым. 21,45 2 килолығы. 5 килолығы 47,97. Мынау сыртының қоңырына қарағанда ойлап жатырмын, может быть, екінші сорт шығар деп. Хотя бағасы қымбатырақ 26,45. Енді күнделікті тамақтарды түсіруге тырыстым. Басқалай барлығы тұр мына жерде. Дрожжи керек па, разрыхлитель керек па, ванилин керек па, барлығы бар. Майдың бағасы ең арзаны 2 литрі 74,90 дейді, 75 лира ғой сонда. Бірде 25 литрі 57,95, арзаны 48 лира 1 литрі. Ал мынаулары 5 литрлігі 165-176 лира. Көріп тұрсыздар ғой қандай қымбат екенін. Теңгемен шаққанда осы бағаны 31-32 теңгеге көбейту керек. Жұмыртқа 10 штугы 20-15 лира. Алтауы 8,95. Так. 20 данасы 41,90. 46,90 жұмыртқаның бағасы. Күнделікті тамақ қой енді. Ал колбасалар жағын айтпай қояйын. Өте қымбат. Мына айрандары 14,50, 9,20, 17,10, 2,5 литрі. Йогурттары. Йогурт деген қою айран ғой біздше. 20,45 2 килосы. Енді орта және төмен бағаларды айтып жатырмын. Сонымен бүгінгі менің түсірілімім аяқталды. Менің каналыма жазылыңыздар. Менің айтқан ақпараттарым пайдалы болса лайк басыңыздар. Сіздер үшін осы хабарламаны жеткізген мен Эльмира Өмірбек, Түркиядан, Анкара қаласынан. Бүгін ауа райы тымырсық болып тұр, жаңбыр жауғысы келіп тұр, бірақ жаңбыр жауған жоқ. Бірақ ыңғайлы болды, ыстық емес, кішкене қоңыр салқын. Осындай бас шаһарда, Анкарада бүгін ең басты деген азық түлігіміз етке қанша жұмсады деген хабарды, ақпаратты сіздерге айтқым келіп отыр. Әрине бұл деген біз үшін өте қымбат, біздің бағаларға. Сонымен 1 килограмм фаршты, қиманы мен 135 лира 53 күрішке алдым. Ал 358 грамм кішкене қабырға алдым палау істейін деп.
қабырғам, қойдың қабырғасы 60 лира 84 күріш болды. Топтап жаңағы топлам бағасы ғой, жаңағы екеуінің бағасына 196 лира 62 күріш төледім. Ол деген 196, 200 деп дөңгелете қояйын. 200-іміз 6200 теңге. Осы 1 килограмм фарш және 358 грамм қойдың қабырғасына сондай ақша жұмсадым. Амал жоқ, себебі біз қазақпыз, біз деген жалғыз көкөністермен тамақ істей алмаймыз. Ондай көкөністер пайдалы, әрине денсаулыққа пайдалы. Бірақ білесіздер ғой, біздің қазақтардың ас мәзірінде етсіз тамақ жоқ. Солай, өздеріңіз шешіңіздер, Түркия арзан ел ма, қымбат ел ма, бізге қолайлы ел ма? Меніңше, көкөністен басқа тағамдарының барлығы бізден қымбат. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Каналда кездескенше.